Қайырлы күн, 8 сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы 1920-1930 жылдардағы әміршіл әкімшіл жүйенің саясаты деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге қазақ жерінде кеңестік билік орнағаннан кейінгі қоғамдық сананың өзгеруіне талдау жасайтын боламыз. Әуелі тақырыпқа қатысты бейне үзіндіні мұқият тыңдайық. Қуғын-сүргін саясаты жайында не білесің? Ол қай кезде болды? Оны ұйымдастырған кім? Қуғын-сүргінге ұшырағандар кімдер? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қуғын-сүргін саясаты жайында не білесің? Ол қай кезде болды? Оны ұйымдастырған кім? 20 ғасырдың 30 жылдарында Қазақстанның қоғамдық өміріндегі қайғылы ерекшелік тоталитарлық тәртіптің орнауы. Сталиннің жеке басына табынудың нығаюы мен басқа көзқарасқа төзбеушілік, ел дамуы барысында туындаған қиындықтарды халық жауларының қастандығы деп жариялау әрекеттері барлық беделді тұлғаларды билеуші режимге оппозиция құралатын, яғни партия басшылары мен кеңес қызметкерлерін жоюға әкеліп соқты. Қазақтың ұлттық зиялыларына қарсы жазалау шараларына тікелей бастама болған Сталиннің хаты. Ол, мен партияда жоқ интеллигенттерді кеңес жұмысына тартуды толығымен қолдайым деп жазды. 1925 жылы 29 мамырда Сталин қазақ зиялыларының тағдырында ерекше рөл атқарған өз хатында, сонымен бірге мен партияда жоқ зиялыларды қырғыз мәдениетін, қазақ мәдениетін дамытуға тартуды толық қолдайым. Бірақ олардың саяси және идеологиялық майдандағы күрес ісіне араласуына түбегейлі қарсымын. Мен партияда жоқ интеллигенттердің қырғыз жастарының саяси және идеологиялық тәрбиесімен айналысуына да қарсымын, деп жазған. Қуғын-сүргінге ұшырағандар кімдер? 1937-1938 жылдары Тұрар Рысқұлов, Нығмет Нұрмақов, Садығұл Құтжанов, Ораз Исаев, Ораз Жандосов, Әбілқайыр Досов, Абдолла Асылбеков, Жанайдар Садуақасов, Садықбек Сапарбеков, Темірбек Жүргенов және тағы басқалары тыңшылық қызметі және ұлттық фашизм үшін айыпталды. Ғылым мен мәдениеттің көрнекті қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Әлімхан Ермеков, Халел Досмұхамедұлы, Мұхамеджан Тынышбаев, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Санжар Асфендияров, Жұмат Шанин, Қошмұхамбет Кемеңгеров және тағы басқалар ату жазасына қуғын-сүргінге ұшырады. Оларға тағылған айып негізсіз болды. Көбінесе оларды ауыл шаруашылық дағдарысына 20-30 жылдардағы көтерілістерге айыпты деп кінәлап, Қазақстанды бөліп алуға әрекет жасады. Жапон шпионы деп айыптады. Қарағандыда және бірқатар аудандарда халық жаулары үстінен ашық сот процестері жүргізілді. Бірақ олардың басым бөлігі соттан тыс органдар тарапынан жазаланды. Қамауға алынғандардың саны Қазақстанда 1937 жылы 105 мың адамға жетті. Оның 22 мыңы атылды. Экрандағы терминдерді жұмыс дәптеріне жазайық. Тапсырма. 3 топқа бөлініп, 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы тоталитарлық саясаттың зардаптарын саяси, экономикалық және мәдени салалар бойынша жіктеп, қорытынды жасаңыздар. Дұрыс жауапты жұмыс дәптеріне жазайық. «1997 жылдың 31 мамыры Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп бекітілді. Мемлекет басшысы Назарбаевтың жарлығымен
1997 жыл жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы деп жарияланды. Суреттерге назар аударып, қандай қорытынды жасауға болады? Тапсырма: берілген мәтінді мұқият оқып және төмендегі кестедегі мәліметтерді ой елегінен өткізіп, тарихи оқиғалардың себеп-салдарын анықтаңыздар. Үйге тапсырма: екі дереккөзді салыстырып, 5-10 сөйлемнен тұратын қорытынды жасаңыздар.